Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз ұлттық тағамдармен танысатын боламыз. Яғни біздің ұлттық тағамымыздың бірі бешбармақ. Қане балалар, бірге қайталайық. Бешбармақ. Жарайсыздар балалар. Ал мынау біздің тәтті, дәмді тағамымыз бауырсақ. Бауырсақ. Сендер бауырсақты жақсы көресіңдер ме? Үйге аналарыңыз пісіріп бере ме бауырсақты? Жарайсыңдар. Әрі қарай балалар, бұл біздің ұлттық тағамымыздың бірі құрт. Құрт. Құрттың дәмін жақсы көресіздер ме? Құртты жейміз бе балалар? Жарайды. Онда біз қазір Мединаның үйіне қонаққа барып, Мединаның анасымен бірге құрт жасау әдісін үйренейік. Балалар, барамыз ба? Жарайсыздар балалар. Бүгін бізге Медина анасымен бірге құрт жасау әдісін көрсетуге келіп отыр. Айтып жіберсеңіз өзіңіз. Енді құрт қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Ол бізде сауылған сүттен, оны қанжылым қылып жылытып, қатты ысытпай, бұны дорбаға сүземіз. Сүзілгеннен кейін, оның бар суы тарылғаннан кейін, осындай біздерде сүзбе шығады. Оған дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қазақ халқы осы құртты әрдайым өзімен бірге алып жүрген, жолға болсын, осы құртпен қарындар ашқан кезде де осы құртты алып жейтін болған, өзімен бірге алып тағам ретінде. Содан кейін осы құртты қолымызбен әдемі пішін жасаймыз. Медина көмектесіп жіберейін. Ұста қолмен. Ал осылай жасаймыз. Және бұл сүттен жасалған өнім болғандықтан бұның пайдасы өте көп. Дәрумендер ішінде өте көп болады, балаларға өте қажет тағам. Бұны пішінін жасағаннан кейін сыртқа күнге кептіріп қоямыз. Әбден кепкеннен кейін бұны алып жеуімізге болады. Және бұны әр адам әртүрлі қылып жасайды. Пішіндері әртүрлі және дәміне қарай. Кейбір адамдарға ащы түрі жақсы болса, ұнайтын болса, кейбір адамдар тұщы түрінен жейді. Ал енді біздің құртымыз дайын болды. Осындай әдемі пішінде. Енді бұны күнге кептіреміз. Кептіргеннен кейін дастархандарымызға қоюға болады. Керемет, рахмет көп. Міне балалар, қараңдаршы, бізден қандай әдемі құрттар дайындап шығардық. Енді біз бұл құрттың дәмін көрейік. Кәнекей балалар. Ала қойыңдар. Жарайсыңдар, бұл құрттың дәмін көріңдер. Бұл құрт сіздерге ұнайды. Ала қой. Бұл құрт өте пайдалы. Бұл құрттың ішінде дәрумендер өте көп. Дәмді ме екен балалар? Ас болсын.